тұр. Аха, Фарида әпкес, қал жағдайларыңыз қалай? Жақсы, шүкір, үлгердім ау. Иә, үлгердіңіздер. Қазір. Біздер жалпы мен теорияны айтамын, алдыңғы тақырыптарды қамтып өтемін. Бірақ басым бөлігі практикаға беріледі. Көп оқу керек болады, іздену керек болады, соған дайын боларсыздар. Жақсы. Өйткені қазір заманауи дағдылар, заманауи білімдер бізге келіп жатыр ғой. Көпшілігі одан қалыс қалып жатыр, көп әріптестерім. Мен соны сіздерге айтқым келеді, сонымен бөліскім келеді. Өте жақсы. Қазір. Кімде қандай жаңалықтар болып жатыр? Алдындағы вебинарға қатысқан әріптестерім қайтып қатысып жатқандар бар іштерінде. Қандай өзгерістер болды сіздерде? Зерттеу туралы түсінік болды ма? Ол кезде енді мен жалпылама айтып кеттім ғой. Қазір енді қадамдарына тоқталамын. Әрине. Сол бір ойлар келіп, ол ойлар басқа ойлар туып, ойдан ой туып жатыр да. Жақсы, олай болса әріптестер, сіздердің алтын уақыттарыңызды алмайын. Барлығыңызда осы вебинарға қош келдіңіздер. Бұл жерде енді үйренемін, жаңашылықтан қалмаймын. Одан қала берді, ізденуге бет бұрамын деген әріптестер жиналған. Баршаңызға сәттілік. Сіздерге қайырлы білім болсын. Енді осы зерттеуге қадам вебинарына қатысқаннан кейін сіздерде идея туындап, одан қала берді зерттеудің бағытын біліп, өздеріңіздің іс тәжірибелеріңізді әрмен қарата жетілдіріп, дами түсесіз ғой деген ниеттемін, сондай ойым бар. Жалпы бұл вебинар сіздердің зерттеуге деген көзқарастарыңызды қалыптастыруға, сіздерге бағыт беруге зерттеу бойынша, өз тәжірибелеріңізді қалай зерттеп, қай тұсын жетілдіру керек, қай тұсынан ақсап жатырсыңыз, қай тұсынан ақсап тұрсыз, сол бағытта жұмыс жасау үшін, әрмен қарата іс тәжірибеңізді бөлісу үшін, одан бір нәтиже көру үшін, сондай бір бағытта сізге идея тастау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Барлығыңызда қош келдіңіздер. Олай болса, зерттеуге қадам деген вебинарымызды бастай кетейік. Жалпы, бұл жерде енді кейіннен осы гайдты сіздерге жіберемін ғой, сол кезде толықтай оқып аларсыңыздар. Жалпы, бұл жасаған менің презентациям, яғни гайд түрінде жасадым. Сіздерге зерттеу жасауға бір нұсқаулық, бағыт беруші ретінде жұмыс атқарады. Егер сіз соны тиімді іске асыра алсаңыздар. Біздерде барлығы толықтай қосылып отыр ма екен? Мен 5-6 әріптесімді ғана көріп отырмын. Жақсы, олай болса әріптестерім әрмен қарата жүре берейік. Жалпы біздерде бүгін талқыланатын мәселелер. Жалпы зерттеу сұрағы қайдан шығады? Көп әріптестерім менің зерттеудің сұрағын шығаруда қиналып жатады. Одан кейін проблеманы қалай анықтаймыз? Немесе проблема әріптестерімізде қандай проблема болуы мүмкін? Әріптестер, телефондарыңызды үнсіз режимге қойсаңыздар тамаша болушы еді. Содан кейін зерттеу жасады делік, енді зерттеуден неге нәтиже көрмейміз? Неге осындай сұрақтар туындауы мүмкін әріптестерде? Және зерттеу жасағымыз келеді, бірақ оның жүйесі қандай? Және бұрынғы мұғалім менен қазіргі оқушының арасындағы көзқарастардың алшақтығы не? Ұрпақтар теориясы дегеніміз не? Немесе ұрпақтар теориясының зерттеуге қатысы қандай? Немесе мен зерттеумен айналыстым делік, бұл зерттеудің мұғалімге не үшін қажет, қандай пайдасы бар? Зерттеуді жасап болғаннан кейін қандай өзгеріс болады менде? Мен кәсіби дамуыма қалай ықпал етеді? Сонымен қатар зерттеу жасағаннан кейін қорытындысын қайда бөлсемін, қайтып бөлсемін, жолы қандай деген сұрақтар көкейіңізде болатын болса,
бүгінгі осы вебинардан толықтай жауап аласыз ғой деген ойдамын. Сол себептен де әр сәтке назар аударып, барлық назарыңызды осы вебинарға аударсаңыздар екен деген өтініш бар. Жалпы зерттеу туралы теориялық білім осыған дейін сіздерде болған болуы мүмкін. Яғни бұл зерттеу, өзіңіз білесіз, және мұғалімнің зерттеу жалпы бір қандай да бір мәселенің шешімін табу, немесе бір жаңалық енгізу. Ал жаңалық енгізбеген жағдайда сіз сол кездескен мәселенің шешімін табасыз, және сол мәселені шешу барысында қандай да бір өзіңізге жаңа білім алып, жаңа бағыт, жаңа көзқарас қалыптасады. Жаңа бағытты білесіз, және жаңа көзқарас қалыптасады. Мінекей зерттеудің өзіндік атқаратын функциясы осындай. Ал енді әріптеске жаңағы мұғалімдер тарапынан келетін болсақ, зерттеу бұл екі бағытта жүзеге асырылады. Өзіңіздің тәжірибеңізді зерттейсіз, немесе оқу мен оқытудағы, әлде болмасын сабақ процесс кезіндегі қандай да бір мәселені, түйткілді мәселені алып, соны зерттей отырып, өзіңізге оң нәтиже шығарасыз. Яғни мұғалімнің зерттеуі екі бағытта жүзеге асырылады. Біреуі action research, екіншісі lesson study. Ал мен осы вебинарда жалпылама зерттеуге назар аударғым келеді. Одан кейін барып өзіңіз осы алған ақпаратыңызды саралап, одан кейін барып сіз lesson study'ді алғыңыз келе ме, немесе action research'ті әрмен қатар жалғастырғыңыз келеді ме, таңдау еркі енді өзіңізде болады. Жалпы зерттеу жұмысы өзіңіз көріп тұрғандарыңыздай, яғни қандай бір проблеманы алып, оны талқылап, оны түзету мақсатындағы жалпы іс-әрекеттердің тізбектелген жүйесі. Яғни бұл іс-әрекеттегі зерттеу халықаралық деңгейде бұл 1947-45 жылдардан бастап қолданысқа енген екен. Бірақ Қазақстанның білім жүйесінде іс-әрекеттегі зерттеу жұмысы бұл 2005-2006 жылдардан бастап кең етек ала бастады, және 2010 жылдардан бастап осы мектепке тәжірибеге енгізіліп, қазіргі таңда 2020 жылдары қарқынды түрде іске асырылып жатыр. Әрине, кемшілік тұстарда болуы мүмкін, бірақ мұғалімнің көзқарасын, мұғалімнің білімге деген көзқарасын, мұғалімнің ғылымға деген көзқарасын, одан қала берді оқушы менен мұғалім арасындағы тығыз қарым-қатынасты орнату үшін, сонымен қатар оқушының ғылымға деген қызығушылығын, мұғалімнің ғылымға деген қызығушылығын, одан қала берді халықаралық аренада өзінің тәжірибесін бөлсін, орта көрсін, жер көрсін, танымы кеңейсін деген бағытта осы зерттеулерді мектепке енгізіп жатыр. Бірақ бұл зерттеудің бағытын түсінбей, қаншама әріптестеріміз біздің адасып та жүр. Зерттеуді қажет етпей жүргендер де бар. Әрине, зерттеу жасау бұл оңай дүние деп мен айта алмас едім. Өйткені оған қажырлы еңбек керек, талаптай тәртіп керек, сонымен қатар қаққан қазықтай сізге мақсат керек. Мақсатты түрде іс-әрекетке көшетін болсаңыз, сізде міндетті түрде нәтиже болады. Енді жалпы осы сіздің зерттеуіңіз қандай бағытта жүзеге асырылады, және оның негізгі қадамдары қандай, осыған бір тоқталып өтейін. Мінекей әріптестерім, көріп тұрғандарыңыздай, зерттеудің көз алдарыңызда мынандай бір қадамдары бар. Ең алдыменен проблеманы анықтау. Яғни сіздің оқу менен оқытудағы немесе тәрбие жұмысындағы негізгі проблеманы анықтап аласыз. Одан кейін ол проблема қай еңбекте, қашан жарық көрді, қандай ғалым зерттеді екен деп әдебиеттерге шолу жасайсыз. Әдебиеттерге шолу жасағаннан кейін сіздің қоржыныңызда көптеген идеялар пайда болып, білім көкжиегіңіз кеңейе түседі. Содан кейін барып сіз әрмен қарата жоспар құруға кірісесіз. Ол жоспарда осы алған теориялық білімді сіз тәжірибеде қолданасыз. Оны сіз қандай қадамдармен жүзеге асырасыз, неке соны сіз жоспар құру арқылы өзіңіздің тәжірибеңізге енгізесіз. Бәрін бірден қыркүйек айында үйретіп тастамайсыз. Қазір мен барлығына асықпай, толықтай тоқталып өтемін. Әріптестер, сізге түсінікті болып жатыр ма?
Иә, өте түсінікті. Жақсы, рахмет. Егер де сіздердің тараптарыңыздан бір түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қоюларыңызға болады, әріптестер. Енді әрмен қарата сіз сол әдебиеттегі шолу жасағаннан кейін қандай да бір жаңа әдістер, тәсілдер үйрендіңіз ғой. Мінекей соны өзіңіздің тәжірибеңізде қолданасыз. Әдістерді саралайсыз, қайсы келеді, қайсы келмейді, сұрыптап өзіңіздің тәжірибеңізге қолданасыз. Тәжірибеге қолданғаннан кейін барып, сізде қандай да бір өзгеріс пайда болды ма? Әлде болмаса оқушының проблемасы немесе сыныптағы проблема сол күйінде қалып қойды ма? Соған сіз арнайы өзіңіздің бойыңыздан өткізіп, ой елегіңізден өткізіп, сіздің өзіңіздің жасаған тәжірибеңізге рефлексия жасайсыз, яғни анализ жасайсыз, талдайсыз. Содан кейін барып, сіз зерттеуді қорытындылайсыз. Зерттеуді қорытындылаған кезде қалай қорытынды жасауға болады? Оған да алдағы уақытта тоқталып өтемін. Одан кейін барып, сіз сол зерттеу қорытындысын енді өзіңізде қалдырып қоймайсыз, оны басқа әріптестермен бөлісесіз, оны сіз кафедрада бөлісесіз, оны сіз қандай да бір семинар, мастер-класстарда бөлісесіз, айтасыз, аудан деңгейінде, облыс деңгейінде, республика деңгейінде, халықаралық аренаға да шығуға сіздің әбден құқығыңыз бар. Енді әріптестер, жаңа айтып өттім ғой, зерттеудің ең негізгі тамыры бұл проблемадан басталады деп, иә. Енді осы сіз проблеманы қалай анықтайсыз? Ең алдымен әріптестер, күнделікті іс-әрекетімізге рефлексия жасап жүреміз. Сізде күнде қандай қиындықтар туындап жатыр? Мысалға, баланың жазуында ма, баланың оқуында ма, баланың айтылымында ма? Сіз өзге оқушыларға назар аудармайсыз. Өзіңіздің сабақ беретін сыныбыңыздағы проблемаларды әр сынып бойынша тізіп жазып жүресіз. Немесе сізде параллель болуы мүмкін. Мысалға, 5-ші сынып, 5-ші А сыныбы, 5-ші Б сыныбы. Жалпылама 5-ші сынып емес, 2-5-ші сыныпты да салыстырып алуға болады. Мысалға, бір сыныпта 5-ші А сыныбында гиперактивті балалар жиналуы мүмкін, ал 5-ші Б сыныбында керісінше гиперактивті емес, белсенді емес оқушыларды жиналуы мүмкін. Сол сияқты сіз үнемі өзіңіздің сыныбыңызды саралап отырасыз, сабақ беретін сыныбыңызды, яғни рефлексия жасап жүресіз. Одан кейін екінші, оқу мақсаттарында немесе дағдыларда қиындықтар туындауы мүмкін. Яғни сіз соны саралау арқылы өзіңіздің проблемаңызды шығаруыңызға болады. Немесе оқу мен оқытуда кездесетін негізгі мәселе дағдыларда да болуы мүмкін. Бір оқушыда айтылым дағдысынан ақсауы мүмкін, бір оқушы сыни ойлау дағдысынан ақсауы мүмкін. Яғни мәселені анықтаудың бағыттары мен сіздерге талдап айтып беріп отырмын. Одан кейін келесі, оқушы мен мұғалім арасындағы көзқарастар алшақтығы болуы мүмкін. Оны зерделеп алуымыз керек. Мысал қылатын болсақ, осы жерде әріптестермен бір халықаралық конференцияға барған кезде мынандай бір түсінік болды. Ұрпақтар теориясы деген. Мен бұрынғы кезде оны талқылау тобында да айтқан болатын, ұрпақтар теориясы. Яғни Z ұрпақ, X ұрпақ дегендерді айттым ғой. Мен сізге үй тапсырмасы ретінде толықтай оқуға материалдар беремін, содан таныс баласында толықтай. Мінекей, қазіргі кездегі оқушы мен бұрынғы кездегі оқушылардың құндылықтарының арасында көзқарастарының алшақтығы осы жерде. Яғни біз, мысалға, мен орта буынмын, мені оқытқандар жоғарғы буын, яғни мұғалімдер. Жоғарғы буын мұғалімдермен қазіргі 15-10 жастағы баланың көзқарасының алшақтығы мүлдем бөлек. Олардың құндылықтары да мүлдем бөлек. Олардың өмірге деген дүние танымы да мүлдем бөлек. Оны арнайы ұрпақтар теориясы деген ілім қарастырады. Мен соны сіздерге толықтай кейін материалдар жіберемін, үйден асықпай оқисыңыздар. Бұл жерге тоқталсам, қазір ұзақ уақыт алып кетуі мүмкін. Одан кейін келесі интеллектіге мән береміз. Интеллектіге көз жұмып қарауға болмайды. Өйткені интеллектінің өзі білімге қатысты интеллекті және эмоцияға қатысты интеллекті болып екі бағытқа бөлінеді. Яғни интеллект мысалға IQ деп те айтамыз, немесе EQ дейміз. IQ деген бұл сіздің біліміңізді саралайтын интеллектінің түрі. Ал EQ ол сіздің эмоцияңызды саралайтын интеллектінің түрі. Осы екі бағыт бойынша да мұғалімдерге көп білімді қазіргі кездегі оқушылар, сабақ оқытатын мұғалімдер осыны білсе екен деймін. Өйткені интеллекті қазір интеллектіге басымдық бергеніміз дұрыс. Әйтпесе біздер кенже қалып қоямыз. Одан кейінгі келесі проблеманы анықтауда екі тәсілді қолдануға болады. Яғни бірінші, педагог өзінің әрекетіне рефлексия жасайды, немесе оқушыға сауалнама жүргізеді.
яғни сіз жыл бойына рефлексия жасаған кезде сізде бір қандай сыныпта проблема жинақталды ғой, мінекей соны іріктей отырып негізгі зерттеу сұрағыңызды алуыңызға болады. Немесе оқу жылының соңында, немесе оқу жылының бірінші жартыжылдықтан кейін оқушыларға сауалнама жүргізесіздер. Яғни анонимді түрде жүргізуге болады, немесе ашық түрде жүргізуге болады. Ол сіздің өзіңіздің қалауыңыз. Бірақ мен ұсыныс айтар едім анонимді түрде жүргізу деп. Өйткені көп оқушылар шындықты жасырып айтпай қалуы мүмкін, егер ашық түрде жүргізетін болсаңыз. Сол себептен де аты жөнін көрсетпей жабық түрде жүргізсеңіз тамаша болушы еді. Яғни қандай кедергілер болды, қай тұстан ақсайсыз, мұғалімнің қандай қолдауын қажет етер едіңіз, немесе ата-анаңыз, қазіргі кезде ата-ананы да қосып оқытудың маңызы өте зор. Қазір сіздерге үйге тапсырма ретінде оқуға беремін, жаңа мақалалар оқуға беремін. Яғни оқушыға ата-ананың да тәрбиесі қазіргі кезде өте зор. Ата-ана назардан тыс қалып қоймау керек. Тек қана оқушы мен мұғалім ғана әрекетте болып, ата-ана назардан тыс қалатын болса, онда бізде эффективті түрде жұмыс жасамадық деген сөз. Яғни 100% нәтиже көруіміз екі талай. Одан кейінгі, яғни оқушыға сауалнама жүргізесіз. Мысалы, қай тұсынан ақсайсыз, ата-анаңыздың тарапынан қандай қолдау қажет. Неге осының барлығын қазіргі заманауи мұғалім осының барлығына аса мән беру керек. Яғни мұғалімге артылып отырған міндет те оңай емес. Сол себептен де мысалға білім министрлігі соның бәрін ескере отырып мұғалімнің жалақысын көтеріп жатыр. Бірақ өзгеруге құштар емес, тек қана жалақыны көздейтін мұғалімдер де бар, өкінішке орай. Оны біз жасыра алмаймыз, өйткені сізде көріп отырған болуыңыз мүмкін ол мәселені. Бірақ біз оқушыға еш уақытта қиянат жасамауымыз керек. Өйткені біздің алдымызға оқушы оқимын деп келді ме, біз оның мәселесін шешуге, дұрыс білім беруге, дұрыс қолдау көрсетуге біз міндеттіміз, және ол біздің алдымыздағы негізгі борышымыз. Біз сол борышымызға адал болсақ, алынбайтын қамал жоқ. Сонымен қатар оқу сауаттылығы жөнінде әлемде біздер төменгі елдердің қатарында тұрмыз. Біздер соны жайменен алдыңғы елдің қатарына қосуымыз керек. Ол сізбен біздің міндетіміз деп білер едім. Яғни білім министрлігі осы проблемалардың бәрін көріп отыр. Көріп, назарға түйіп барып, мұғалімдердің қаншама ауыртпалдықты көтеріп келе жатқан иығымен көргеннен кейін де осы жалақысын былай қарағанда көтеріп отыр. Сондықтан да мен сіздерге жалпы өзгеріске, заманауи құндылықтарды игеруге, заманауи біліммен қарулануға кеңес берер едім, және өзімнің білгенімді сіздермен бөліскім келеді. Әріптестер, сіздерге түсінікті болды ма? Қазір мен үй тапсырмасын жазып алайын сіздерге. Түсінікті болмаса айтып отырыңыздар. Не нәрсе екенін уақытында сұрасаңыздар, мен сұрақтарыңызға жауап беріп отырамын. Болмасын өзіңізге түртіп алыңыздар, қандай сұрақтар туындап жатыр сіздің тараптарыңыздан. Әріптестер, түсіндіңіздер ғой, иә? Әріптестер, сіздерге әзірге бәрі түсінікті. Жақсы. Жақсы. Енді әріптестер, зерттеу тақырыбын қалай алуға болады? Осы сұрақтарды көп әріптестерім осы сұрақ мазалауы мүмкін. Яғни зерттеу тақырыбын қалай алсам болады? Енді мен сізге осылай алыңыз деп айтпаймын, өйткені мен өзім гуманитарлық бағыттың мұғалімімін. Сіз мысалы техникалық бағыттың мұғалімі болуыңыз мүмкін. Әлде болмасын бастауыш сыныпқа сабақ беретін әріптес болуыңыз мүмкін. Сол себептен мен сізге тек бағыт қана беремін. Әрмен қатар саралап, қорытындылап, нәтиже шығару ол сіздің құзырыңыздағы, сіздің еркіңіздегі дүние. Енді қараңыздар, әріптестер. Жалпы мен сіздерге дағдылар бойынша ұсыныс айтар едім. Оқушының бойында айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым, сыни ойлау деген секілді дағдылар бар ғой. Сол бойынша алсаңыздар тамаша болушы еді. Немесе кітап оқымау, ол да бір кітап оқымау дағдысы да бар ғой қазіргі кездегі өзекті мәселенің бірі. Осы орайда білім министрлігі оқуға құштар мектеп деген жобаны жүзеге асырып жатыр. Ол негізінен көбіміз әлі де болмасын оның құндылығына, оның қажеттілігін әлі жете түсіне қойған жоқпыз. Бірақ кітап, мектеп
оқуға құштар мектеп деген жоба ол керемет жоба, әріптестер. Мен алдағы уақытта оған да бір тоқталып өтемін, өзіме жазып алайын. Оқуға негізі осыған қосамын деп едім. Оны мен қалыс қалдырыппын, алдында ойлап отырмын, ұмытып кетіппін. Оқуға құштар мектеп жобасын мен кейін сіздерге жіберермін. Өте керемет жоба. Өйткені осы зерттеу бойынша мен үнемі ізденіп жүремін ғой. Әлем бойынша қандай жаңалықтар бар, әлем қандай өзгеріске бет бұрып жатыр деген секілді. Сонда осы оқуға құштар мектеп деген, мен бір ғылыми мақаланы оқып отырсам, оқуға құштар мектеп деген ол әлемде бар дүние екен, және ол әлемде өзіндік пайдасын тигізген дүние екен. Оған кейін тоқталамыз, әріптестер. Енді мен өзім осы зерттеу тақырыбын қалай алдым дейтін болсақ, мен дағдылар бойынша тоқталдым. 2017 жылы мысалға мен айтылым дағдысы бойынша халықаралық конференцияда баяндама оқыдым. Өзімнің тәжірибеммен бөлістім. Және артынша шеберлік сыныбында өткіздім. Мастер-класс дейді ғой. Оның алдында 2015 жылы да дағдылар бойынша алдым. Ол жерде жазылым дағдысын алдым. Енді сіздер мысалға, әріптестер, бастауыштағы мәселелерді алуыңызға болады. Әлде болмасын сабаққа енжарлық, соны алуыңызға болады. Немесе интеллекті туралы алуға болады. IQ немесе EQ. Осы екі интеллекті туралы алсаңыз да болады. Немесе заманауи құндылықтар туралы алуға болады. Немесе осы айтылғандардың барлығын кіріктіре отырып бір тақырып алсаңыздар да болар еді. Мысалға, сізге мысал ретінде айтып кетейін. Оқушының бойында сыни ойлау дағдысын мысалға эссе жазуда қалай қолдануға болады. Мысалы, қараңыз, сыни ойлау дағдысы және жазылым дағдысы, екі дағдыны кіріктіріп тұрсыз, былай қараңыз. Неге сөйтіп те дағдыларды кіріктіріп, немесе пәндерді кіріктіріп, зерттеу тақырыбын алуға әбден болады. Енді қараңыздар, 2015 жылы мен жазылым дағдысы бойынша алдым. Яғни, әрмен қатар зерттеу тақырыптарым қандай болды, мен соған тоқталып жатырмын ғой. Жалпы блог арқылы оқушылардың жазылым дағдысын қалай дамытуға болады деген тақырыпты алдым 2015 жылы. Одан кейін 2017 жылы айтылым дағдысы бойынша скаффолдинг әдісі арқылы айтылымды қалай дамытуға болады деп алдым. Енді алдағы уақытта жоспарлап отырмын, 2022 жылы баланың гаджетке тәуелділігін қалай төмендетуге болады деген сұрақ төңірегінде зерттеу жасасам ба деймін. Өйткені қазір оқушылардың гаджетке тәуелділігі тіптен артып бара жатыр. Оған қоса ата-аналар, біздер де гаджетке тәуелдіміз, шыны керек. Ол ауруын жасырған өледі демекші, өзімізде бар мәселені көз жұмып қарауға болмайды, ашық айтқан дұрыс. Өйткені балық басынан шіриді деп, біз егерде ата-ана ретінде немесе ұстаз ретінде осы мәселені жауап қалатын болсақ, онда алдағы уақытта ол бәрібір өзімізге бір қиындық болып алдымызға келеді. Яғни мен интеллект туралы алу 2022 жылы интеллекті туралы алу жоспарында бар. Енді қараңыздар, әріптестер. Енді біз айттық қой жаңа, проблеманы анықтадық делік. Одан кейін проблеманы анықтадық делік. Енді проблеманы анықтағаннан кейін, әріптестер, зерттеу сұрағын шығарасыздар. Зерттеу сұрағын шығарғаннан кейін жоспар құрасыздар. Енді мен осы жерде тоқталғым келеді. Жалпы көп әріптестерім айтады, мен нәтиже көрмеймін деп. Әрине, сіз нәтиже көрмейсіз, егер де жүйелі түрде жұмыс жасамасаңыз. Ол үшін бізге мақсат керек, мақсат болу керек. Мен осы тұста жалпы тұлғалық даму бойынша курс оқыдым. Сонда мен смарт мақсатты айтқан кезде кәдімгідей риза болдым. Өйткені смарт мақсат тек қана тұлғалық даму емес, оны біз тәжірибеде де қолдансақ, өте тамаша дүние екен. Соны мен сізге қазір назарларыңызға ұсынамын, және смарт мақсат туралы да сізге үйге оқуға берем материал. Енді қараңыздар, әріптестер, зерттеу сұрағын қалай шығарамын? Мысалға, менде жазылым дағдысы бойынша зерттеу жүргізген кезде мынандай зерттеу сұрағын шығардым. Блог қазақ тілі сабағында қолданылғанша сіз ол туралы білдіңіз бе? Яғни блог деген әріптестер кәдімгідей интернетте жазылатын блог. Мысалға, әртүрлі сайттар бар ғой. Мысалға, Массагет деген кезінде блог болып шықты да, кейіннен ол Массагет сайтқа айналды. Үнемі
мақалалар жарияланып тұратын блог болып еді бастапқыда. Мінекей сол секілді блог ашып wordpress.com деген сайттан осы блогқа оқушылардың жазылым дағдысын дамытуға қолдандым. Осы блог туралы оқушыларға зерттеу сұрағын шығардым. Блогтың пайдасы қандай болды? Немесе оның пайдасы бар ма? Немесе ең қызықты тұсы қандай болды? Ашық сұрақтарды да алдым, және өзінің пікірін білдіретін ашық сұрақтарды да алдым. Нұсқасы бар сұрақтарды да алдым. Мінекей көріп тұрсыңыздар ғой. Яғни зерттеу сұрағын шығарғаннан кейін міндетті түрде зерттеу тақырыбын анықтағаннан кейін міндетті түрде зерттеу сұрағын шығаруыңыз керек. Өйткені оқушының А нүктесін немесе Б нүктесін анықтауға зерттеу сұрағының маңызы зор. Мысалға, осы блог wordpress.com блогы туралы оқушылар 11 оқушы ол туралы біледі екен, ал 11 оқушы білмейді екен. Енді мен осы блогты сабақта қолданып, жазылым дағдысына тиімді пайдаланғаннан кейін, сыныпта 22 оқушы болған болса, 22 оқушының барлығы да блогты пайдаланып, әрмен қарата өзінің ойлауын, өзінің ой пікірін сол порталда жариялап тұрды. Мінекей сондай бір сізде де зерттеу сұрағы болу керек, яғни оқушының А және Б нүктесін анықтау үшін. Енді қараңыздар әріптестер, жоспар құруға келейік. Сіздер оқу жылы басында проблеманы анықтадыңыздар, зерттеу сұрағын алдыңыздар. Енді сіз зерттегіңіз келеді, тәжірибеңізді зерттегіңіз келеді. Сіз қыркүйек айында, мінекей неше ай бар мына жерде, мен мына жерде 8 айды көрсетіп қойдым. Шамамен 8 айды жоспарлап алсаңыз болады. Қаңтарды алған жоқпын, өйткені ол қаңтарда сіздерде демалыс уақыты, сосын жаңадан адаптация уақыты, сондықтан да мен ол айды жоспарға қосқан жоқпын. Енді сіздерге қараңыздар, біз смарт мақсатты қалай қоямыз? Смарт мақсат деген, әріптестер, бұл уақытпен шектейтін мақсат. Мысалға, мен былай қоятын болсам мақсатта, мен 2021-2022 оқу жылында зерттеумен айналысуым керек десеңіз, ол смарт мақсат емес. Бұл мақсат жалпылама мақсат. Ал мен сол мақсатты бөлшектерге бөліп тастайтын болсам, және уақытпен шектейтін болсам, ол смарт мақсатқа айналады. Яғни бір мысалға, қыркүйек айында мен мәселені анықтауым керек, немесе зерттеу сұрағын шығаруым керек. Сіз осыған дейін мен неге каникул уақытында өткізіп жатырмын? Өйткені каникул уақытында сіз бір жылғы жасаған жұмысыңызға анализ жасап, зерттеу сұрағын шығаруыңызға мүмкіндігіңіз бар. Қыркүйек айында сіз сол бойынша қыркүйек қазан айында жоспар құрып, одан қала бер, мысалы қараңыз, қыркүйек айында проблеманы анықтадыңыз, қазан айында жоспар құрдыңыз, және әдебиеттерге шолу жасадыңыз 2 ай бойына. Осы 3 әрекетті жасадыңыз. Сосын әдебиеттерге шолу жасағанда тиімді әдістерді тауып алдыңыз ғой проблемаңызға. Әріптестер, сізге көрініп тұр ма? Иә, бәрі көрініп тұр. Неге мына не шығып кетті екен қазір? Осы бір зумның бір несі. Мына қараңыздар, қыркүйек қазан айында сіздер проблеманы анықтадыңыз делік. Сосын зерттеу сұрағын шығардыңыз және жоспар құрдыңыз. Әдебиеттерге шолу жасағанда әдіс тәсілдерді іріктеп алдыңыз. Содан кейін барып, қараша желтоқсан айында осы таңдап алған әдістеріңізді тәжірибеңізде қолданасыз. Сосын қолданғаннан кейін қандай нәтиже болды оқушыда, соны саралайсыз. Содан кейін одан оң нәтиже болса, әрмен қатар дамытасыз, ал нәтиже болмаса, тағы да басқа әдіс тәсілдерді қолдануыңызға болады. Одан кейін ақпан айында да солай өзіңізге рефлексия жасайсыз. Яғни қандай әдіс... Ой, мен осы бір нәрсе өткізсем болды, менің қыздарым жылап шығады. Яғни ақпан айында да солай тәжірибені енгізе бересіз. Мысалы, қараша, желтоқсан, қаңтарда да солай, ақпан арасында енді демалыстар бар ғой. Сосын одан кейін наурызға келген кезде сіз рефлексия жасап бастайсыз.
қай әдіс тиімді болды, қай әдіс тиімсіз болды, оқушының проблемасы шешілді ме, шешілген жоқ па. Сосын сәуір айында сіз сол қорытындыңызды аяқтайсыз. Қандай бағытта аяқтайсыз? Мысалға, сіз қорытынды жасаған кезде, қазір кейін оның бәрін тоқталамын, қандай қорытынды жасауға болатындығын. Одан кейін барып, мамыр айында сіз сол қорытындыны бөлісесіз. Сізге зерттеудің қадамы смарт мақсат түсінікті болды ма? Иә, түсінікті. Бірақ менің бір сұрағым бар. Осы зерттеу жұмыс тек қана міндетті түрде 1 жыл жүргізу керек пе? Әлде 2 жылға? Жоқ, 2 жылға да жалғаса беруге болады. Жақсы, мен соны білейін деп едім. 2 жылға мысалы нәтижесі оң болса ма, бір сұрақпен. Мен бағана мына түсінбей қалдым, Бақытгүл ханым. Қараңыз, қараша желтоқсанда мына қыркүйек қазан айында тапқан проблемамыз бойынша зерттеу сұрағы. Ол бойынша жоспар құрдық, бір әдіс тәсілді алдық, қараша желтоқсанда өткіздік. Соның нәтижесін саралаймыз. Нәтижесі жақсы шықса жалғастыра береміз ақпанда, жоқ қаңтардан бастаймыз ба? Жоқ, сол қараша айынан бастап жалғастыра бересіздер. Қаңтарда да жасайсыздар, сол осы желтоқсанға бәріне еніп кетеді ол. Иә, ары қарай жалғастыра береміз. Егер мысалы мен таңдаған әдіс тәсіл нәтижесіз болса, мен сол кезде қаңтарда қайтадан жоспар құрып, басқа әдіс тәсілді қолданамын. Басқа әдіс тәсіл емес, қайтып жоспар құрмайсыз, бірақ басқа әдіс тәсілдерді зерттеп қолдануыңыз керек, қарауыңыз керек. Сол кезде мен мысалы қараңыз, қазан айында әдеби шолу жасап, бірнеше әдіс тәсілдерді алсам, сол кезде сол біреу іске асты, енді іске аспады, енді екіншісін қолданам деймін ғой? Қолданай бересіз, солай қолданай бересіз. Жақсы. Одан кейін барып, мамыр айында сіз сол бөлісетін ортаны іздейсіз. Қазір мен сізге оған да тоқталамын алдағы уақытта. Енді қараңыздар, әдебиеттерге шолу дегенімізді жаңа айттым ғой, әдебиеттерге шолу жасаймыз деп. Бұл не жалпы? Бұл проблема негізінде таңдаған тақырып бойынша материалдар іздеу. Сіз оны тек қана ойлау, кейбіреулер ойлау, тар шеңберлі ойлау деп айтады. Оны ойлайды, тек қана мен кітаптан іздеймін деп. Соған қатып қалады. Жоқ, олай емес әріптестер. Ол кітапханадағы зерттеулер, онлайн кітапханалардағы еңбектер болуы мүмкін, зерттеу мақалалары болуы мүмкін, конференция материалдары болуы мүмкін, ғылыми журналдардан сол тақырып бойынша іздеу болуы мүмкін, немесе осы бағыттар бойынша іздеген дүниелеріңізді ең қажетті деген саралап алу, ақпаратты сұрыптау. Осының барлығы әдебиеттерге шолу бөліміне енеді. Қандай бағыттардан іздейтінімізді түсіндік қой, әріптестер? Мен кейін осыны сіздерге жіберемін. Енді әріптестер, біздер жаңа қараңыздар, әдебиеттерге шолу жасадық делік. Енді біз не істейміз? Мендегі зерттеу жұмысына толықтай сіздерге талдау жасаймын. Мен сөндіріп, қайтып қосылайын, 4 минуттай уақыт қалған екен. Сіздер қайтып қосыла қоясыздар ғой, әріптестер, жақсы ма? Жарайды. Қазір әйтпесе үзіліп қалып, сақталмай қалып жүреді. Болмасында 4 минуттай уақыт бар, мен қазір мына жерге айтып кетейін онда. Жалпы мен 2 зерттеу жұмысына талдау жасаймын. Мен айтылым дағдысымен байланысты және жазылым дағдысымен байланысты. Жалпы осы 2 дағдымен байланысты зерттеу жұмысын алуға не түрткі болды дейік, Ол біріншіден оқушылардың жазылым дағдысының қиындық тудыруы, екіншіден оқушылардың әсіресе орыс тілі екінші тіл ретінде оқытылатын сыныптардағы айтылым дағдысынан ақсауы оқушылардың. Енді қандай әдістерді қолданым дейтін болсаңыздар, жазылымда мен оқушылардың 2 проблемасын шешуге тырыстым. Біріншіден эссе жазуды дағдыландыру, эссе жазуға дағдыландыру. Екіншісі грамматиканы енгізу. Ол жерде мен блокты пайдаландым, яғни заманауи техника. Яғни кіріктіріп отырмын, былай қарасаңыздар. ИКТ дейміз, акт сауаттылық. Сол актыны қазақ тілі сабағына енгізіп отырмын. Ол не себепте? Мен ол кезде осы ұрпақтар теориясымен байланысты екенін білген жоқпын, былай қарағанда.
бірақ оқушылардың қызығушылығына, оқушылардың сұранысына қарай отырып осы актіні енгізген болатын. Ал кейіннен конференцияларға қатысып түрлі ғылыми зерттеу журналдарын көбірек оқығаннан кейін барып бертін келе ұрпақтар теориясы деген ілімнің де бар екенін түсіндім. Сонда қазіргі кездегі оқушының көзқарасымен мен оқыған кездегі көзқарастың кәдімгідей алшақтығы бар екенін сезіндім. Одан кейін келесі қандай әдістер қолдандым дейтін болсаңыз, мына айтылыммен байланысты. Айтылымға мен скафолдинг деген бар, сондай бір термин бар. Ол оқушы өзін еркін сезіну керек. Яғни зона комфорта дейді, ол кейбір оқушылар зона комфортадан шықпайды. Мінекей мен сонда мен скафолдинг деген әдісті қолдандым. Ол жерде мен орыс топтары қазақ тілі екінші тіл ретінде оқытылатын сыныптарға скафолдинг ретінде кюзенер деген таяқшаны қолдандым. Оны кейіннен қазір айтамын сіздерге. Одан кейін алдыңғы вебинарда да жалпылама айтқан болатынмын. Және екіншісі, ол кезде де акті сауаттылығы бойынша актіні сабаққа енгіздім. Әсіресе орыс топтары. Олар қызығушылықпен қатысатын еді сабаққа. Мінекей сіздер де осылай кіріктіріп өз пәндеріңізге ектіні пайдалансаңыздар болады. Әлде болмасын екі пән бірге кірге отырып та зерттеу сұрағын шығарсаңыздар болады. Мысалға біздің арамызда Айдана деген әріптес бар, жазылым дағдысын ақсайды дейді. 5-ші сыныпқа өткен оқушылар жазылым дағдысын ақсайды. Маған қатты ұнады, осы 1-2 күн турасында мен кәдімгідей таңғалдырды. Яғни зерттей келе негізгі проблема жазылымда емес, оған дейінгі бастауыш деңгейіндегі, бастауышқа дейінгі кезеңдерде жіберілген қателіктің салдарынан бала жапа шегіп отыр дейді. Мінекей көріп тұрсыздар ма, әріптестер? Әртүрлі пәндермен де кіріктіріп алуыңызға болады. Мысалға сіз бастауышпен де алуыңызға болады кіріктіріп. Қазір мен тоқтатайын, сосын келесі неде жалғастырамыз.